Саламатсыздар ма? Менің атым Элдар Жұмағалиев, GCI-дің креативный продюсермін, және де ең Қазақстандағы мощный редактор. Мен ойлаймын, мені таныстырудың керегі жоқ деп. Өте қарапайым, өзін мақтаған жоқ сөйлемейтін редактор. Осы маусымда ең басты жоғары лига болады. Ол жерде биыл 6 команда қосылып, 18 команда болатын болды. Және одан кейін Астана лигасы болады. Ол жәнегі былтырғы ашық лиганың деңгейіндегі лига болады, премьер лигамен қосылып. Және де одан кейін де жақсы лигалар болады. Қалған лигаларды маусымшар кезінде толықтай таныстырып өтеміз. Редактуран форматты әдеттегідей бір өзгешелігі қазір телефон арқылы шешуге болмайды. Звондап, брат, мен командамен қарап жүрсеңіз деп. Барлығы баяғыша. Сол бірінші тур, екінші тур, чемпиондар лигасы, қарау, гала-концерт, іріктеу, жоғары лигаға іріктеу. Көп командалар осы жерде қорқады екен, редактураға барып, әрі қарай ешқайда өтпей қаламыз деп ешқандай қорқудың керегі жоқ. Біз сізді тек бір рет қарауға шақырмаймыз. Біз сіздер тәжірибе алмасу, көру, білу, сосын сіздің деңгейіңізге қарай сіздерге лайықты лигаға жібереміз. Сіздер сол жерде тәжірибе алмасып, келесі жылы өсім көрсетіп келсеңіздер, одан да жақсырақ лигаға жолдама беру үшін. Сол үшін жас командаларға ештеңеден қорқудың қажеті жоқ. Себебі бүкілі барлық командалар солай жас команда ретінде сол турлардан өтіп бастайды. Ең қиын, ең қорқынышты ойын осы маусымашар. Бірақ ең тәжірибе де көп алатын жер осы жер. Сондықтан командаларға қорқудың басқан қажеті жоқ. Сіз залға өтпей қалсаңыз да ештеңе етпейді. Барлығы солай бастайды. Маусымға бірінші рет келген команда, әрине ілініп кете алады. Бірақ сол ойынға байланысты бәрі. Ойнаған ойындарына және де материалға ғой, опыттарына байланысты. Жекпе-жек форматында биылғы жылы тек қана бір айырмашылығы командалардың санын шамалы көбейтеміз. Былтыр 12 команда болатын болса, топтық кезеңдерде биыл 18 команда болады. 6-6-дан 3 топ. Редактурада Рамазан Фаилов, Элдар Жұмағалиев, Қасиет Кәрім, және де тағы да басқа редакторлар болады. Былтырғы ашық лиганың редакторлары, бірінші лига редакторлары болады. Бір өзі бала тәттілік кезеңі болады ғой. Содан кейін переходный возраст басталады да. Я ересек емес, я кішкентай бала емес. Ана кішкентай балдар олар сүйкімдірек та. Шынына келген кезде олар сүйкімділікпен өтіп кетеді. Ал мына кезде сен қанша мықты болсаң да сүйкімді баланың алдында жеңілістесің. Сол себепті балалар өздері бөлек ойнасын. Ал переходный возраст дейді ғой, былайша айтқанда сол жаста жүргендер бөлек ойнасын деп Junior деген лига қосылды. Лига емес, кубок. Бала жайдарман, Junior жайдарман, екі іріктеу бар. Айырмашылық осы да жас ерекшеліктеріне байланысты. Ол жәнегі іріктеуге түсеміз ау деген командалар айтып отқан шығар. Бірден іріктеуге өтетін командалар саны бар бізде. Оны командалардың өзіне шығамыз. Ал айтылмаған команда барлығы бірінші турда ойнайды. Іріктеу деген мысалы қалай айтсам болады. Пример түсіндірейін. Бірден іріктеуге қатысатын командалар, ол былтырғы ойнаған жаңағы Абибас, Рудный деген сияқты командалар бар ғой. Солар іріктеуге түседі. Бірден іріктеуге. Ал қалған командаларға дәлелдеу керек болады. Чемпиондар лигасына өздерінің қалалық чемпионаттары, облыстық чемпионаттарының жеңімпаздары, сосын шатаспасам бірінші лиганың командалары қатысалады. Жоғары лигада танымал командалар ол лигаға қатыса алмайды. Деңгей командалардың бірдей болу үшін, жарыса алу үшін. Әзілдің ұзақтығы өздері біледі. Именно выступленияның ұзақтығы 5 минуттан аспау керек бірінші турда. Фестиваль кезінде негізі әрбір жайдарманшыға ұсынысым, әрбір шараға қатысқан дұрыс. Оның бәрі өте қызық, сабақ алатын жерлер де бар. Және де тусовкаға кіріп, осы жолы біз мысалы көп КВНщиктардың проблемасын күлкімен жеткізіміз келіп отыр. Мысалы, ол өшім сюрприз болып қалсын, оны біз просто так ақыл айтпай, жаңағы күлдіртіп айтқымыз келіп отыр осының бәрін. Чтоб балалар көңіл күйін көтеріп, өзінен бір білім алып қайтады.
Семинар тренинг енді маусымашар біріншіден жаңағыдай тәжірибе алатын жер ғой жас командалар біреулер үшін бірінші маусымы болады енді келіп жатыр. Сол семинар тренингтан өздеріне пайдалы дүние алу үшін маусымашарда бос кетпеу үшін былай қарағанда себебі қалған лигаларда сіздермен редактор түсіндірме жұмыстарын жасайды, бірақ та жеке сөйлесу дейтін нәрсе болмауы мүмкін. Маусымашарда семинар тренингтар, тәжірибелі ойыншылар, тіпті басқа саланың мамандары да сіздермен бірге өз кеңестерін бөлісетін болады. Сіз тек қана бір әзіл үйреніп емес, жалпы көп нәрсеге бейімделіп кетуге, түсіндіруге тырысамыз. Сол нәрсе сол үшін қажет. Семинар өте қажет, себебі 2009 жылы бір семинар тренингте сондай өткен. Бір ағамыздың жаңағыдай КВН ол образ жизни дейді, өмір сүру стилі деген түсіндірді. Сол түсіндірме мысалы көп сұраққа жауап болды, және де әрі қарай біздің команданың қалыптасуына, жалпы әрі қарай жұмыстарымызға өте пайдасын берді. Сондықтан кез келген семинар жас ойыншыға, жас топқа, тіпті қатты жас емес топқа да пайдалы деп ойлаймын. Маусымашарға келетін бе талаптар? Ең бастысы сол тәртіпті сақтап, әркім өзінің кезегімен шықса өте керемет болады. Ең бастысы сол естімей жаңағы кезектен қалып қоймаған дұрыс. Себебі бұрынғыдай болмайды уже. Кезегінен қалып қойған команда уже редактура аяқталып кетсе, одан кейін өз өнерін көрсете алмайды. Енді уақыт жағы ескертіледі міндетті түрде. Қатты ұзақ дайындаудың қажеті жоқ. 7 минут, 10 минуттық материал сіздер көп көрсеткен сайын өтімділігі жоғары деп ойлайтын шығар жаңағыдай. Бізде материал көп, сондықтан бізде өткізетін жоқ, онда еш нәрсе жоқ. Жалпы жылда қайталайтын сөз ғой, неше жылға тәжірибеден кейін бірінші минутта команданың деңгейі түсінікті болады. Қай лигада шамамен ойнай алады, шама-шарқы қай жерге жетеді. Сондықтан да ұзақ ойнаудың қажеті жоқ, ең басты талап. Сосын жаңағыдай хитовой әндерге ән жазу міндетті емес, барлығы мысалға Азияда дейтін баяғыда Реки-Рекидан бір ән болды ғой, соған бір 120 команда келген болса, соның 70-і ма сол әнге не жазып келген, выход жазып келген, немесе отбив қылып пайдаланған. Ана ән хит емес, жек көрініштен болып кетті, ана жерде барлығының құлағына жауыр болып. Сол себепті сондай қателіктер жібермеңіздер. Мүмкіндік болса, аға жайдарманшыларынан, ойнап жүрген қалада жайдарманшылар солармен ақылдасып алып, білісіп, сұрақ жауап алмасып, шамалы дайын келсеңіздер, 3 минут, 4 минут, 5 минуттық материалды 5 минуттан асудың қажеті жоқ. Анайы, дін туралы тағы басқа әзілдеудің қажеті жоқ. Сол нәрселер айтарымыз. Әрі қарай енді бір таяқ жеп алғанда дұрыс, маусымашар келіп өтпей қалсаңыз, тағы ол да пайдалы деп ойлаймын себебі. Содан сынбай өтсеңіз, әрі қарай сіз демек жақсы топ боласыз деген ойдамын. Маусымашарға келетін командаларыма обязательно созып ойнаудың қажеті жоқ. Қысқаша өзін қалай күлдірте алатынын көрсетіп кету керек. Және де ең басты КВНщиктерге ұсынысым, просто так жаңағы су нәрсе қоспаңыздар. Вот бір әңгіме басталды ма, 30 секундтың ішінде ол уже әзілмен аяқтау керек. Ұзақ әңгіме айтып кетпеу керек. Сол ең бастысы серьезно дайындық. Болды, мақсат қою керек. Болды, ең бастысы сол мақсат қойса, өздері жетеді мақсатқа. Кеңесім енді не үшін ойнап жүргенді білу біріншіден. Алға мақсат болу керек міндетті түрде каждый командада. Биылғы маусымда не істейін? Тек маусымашарға кеттің, бір лигада ойнадың, олай жүре. Бұл жастықтың ең бір қызық уақыттары ғой жастық шақтың. Оны бос қыдырып өткізіп жүрмеу керек, ол пайдалы да болу керек бір жағынан. Приятный с полезным дейді ғой, сондай мақсат қою керек. Екі нәрсені бірде алып жүретіндей. Біз өзімізді дамытуға тырысу керек, осы ортамен араласуға, адамдармен араласуға, және де сахнада да белгілі нәтиже болу керек. Кубок, медальда тұрған ештеңе жоқ, бірақ та ол енді сізді қалыптастыратын дүниелерді, сондықтан немқұрайлы қараудың қажеті жоқ. Сол нәрсе, мақсатпен келсеңіздер, биыл біз орталық лигаға шама шарқыңызға қарап мақсат қою керек. Жаңағыдай, биыл біз жоғары лигаға шығу керек, бізге мақсатпен келудің қажеті жоқ. Егер сіз тәжірибеңіз болмаса, бұрын ойнамаған болсаңыздар, өзіңіздің шамаңыз жететін лига, орталық лига ма, мүмкін ашық лига ма, сол жерге біз биыл осы лигада ойнау керекпіз, финалдық сайысқа бару керекпіз, келесі маусымашарда гала концертке өту керекпіз, ашық лигаға жолдама алу керекпіз деген сияқты мақсаттармен келсеңіздер, сол мақсатты жылдың соңында саралайсыздар. Сіздің мақсатыңыз орындалды ма, орындалған жоқ па, өсім болды ма, болған жоқ па. Себебі кейбір командалар бар, 3 жыл, 4 жыл маусымашар келеді, ешқандай өсім жоқ. Команда демек өзімен жұмыс жасамайды. Сол жеңіл әзілге, гонға, внутрякқа қатты әуес болмай қойыңыздар. Внутряк ойнайтын командалар бар, тәжірибелі командалар, жас командалар, внутряк ойнаудың қажеті жоқ. Залда жыртып жіберемін дейтін жаңа командалар келеді, кейде болады. Зал күліп жатады, бірақ ол сіздің әзілге емес, сізге күліп жатыр да. Сондықтан сондай нәрселерден аулақ болыңыздар. Сәттілік, бастысы осы маусымашар сізге өзеге салып келсе, үлкен тәжірибе болса, сол бас жеңіс деп ойлаймын. Барша командаларға сәттілік.
жолыққанша.